Canva оқушыларды топтық жұмысқа тартудың және олардың бірлескен жұмысын ұйымдастырудың тамаша құралы. Дайын үлгіні пайдаланып, интерактивті тақтадағы топтық жұмысты қалай ұйымдастыруға болатынын қарастырайық. Бөлісуді басамыз, бөлісу батырмасын басып, мына жерде төмен жақта сілтемесі бар кез келген адамды таңдаймыз. Және өзгерте алады дегенді басып, сілтемені көшіреміз. Сілтеме көшірілді. Ал енді осы сілтемені біз оқушыларға имейл арқылы жібереміз. Сіз осы жобаның әр кезеңін бақылап, қажет болса бағыт-бағдар бере аласыз. Комментарий қалдырып, мысалы. Canva топ мүшелеріне бірдей файлмен бір уақытта жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Бұл оқушыларға өз идеяларын енгізіп, жобаны бірлесіп әзірлеуге жағдай жасайды. Дайын үлгіні пайдаланып, топтық жұмысты ұйымдастырудың тағы да бір амалын қарастырайық. Ол үшін біз қолданбаларды ашамыз және төмен жақтан Canva қызметінен қосымша деген қолданбаны табамыз. Жаппай жасау, деректерді қолмен енгізу. Міне алдын ала енгізіп қойдым мен оқушылардың аттарын. Дайын, төмен жақтағы, оң жақтағы батырманы басамыз, дайын. Енді мына жерге оқушылардың аттарын енгізу керек қой. Сондықтан біз деректерді қосуды бассақ, міне атын таңдаймыз. Жалғастыру. Он дизайн жасауды таңдаймыз. Тор көрінісінен қарасақ, бізде тура 10 дизайн шықты. Әр оқушыға жеке, олар әрқайсысы өз парақшасына жұмыс істей алады және мына жерде мысалы аттарын да жазуға болады, бірақ та аттары әрқайсының әр оқушының аты мына жоғары жақта шығады. Оқушылардың топтық жұмысын қалталар немесе папкалар ашу арқылы ұйымдастыруға болады. Ол үшін жобаларға кіреміз және мына жерден жаңа папка ашуды қалта таңдаймыз. Қалтаға ат беру керек. Мысалы, біз командамыз тақырыпқа, топтар жеке жұмыс істеу керек. Мына жерде жалғастыруды басамыз. Оқушылардың атын қосып, өзгертіп бөлісе алады дегенді таңдап, жалғастыру. Міне бізде топ ашылды. Осы топты ашып, ішінде әр топқа жеке қалта ашамыз. Мынау мысалы бірінші топ. Топты ашқаннан кейін ішіне тапсырма саламыз. Ол үшін төмен жақтағы дизайндар қосу. Сосын жобаларыңыздың ішінен керекті материалды осы қалтаға жылжытамыз. Оқушылармен бөлісу үшін мына үш нүктені басып, мына жерде бөлісуді таңдау керек. Бөлісетін адамдарды мына жерден қосасыз. Сосын өзгерте алады деген опцияны таңдау керек. Бөлісу. Оқушылар осы қалтаның ішінде осы материалмен жұмыс істей алады. Мысалы, мына инфографиканы әр топқа тапсырма ретінде саламыз. Ол үшін файлға кіріп, көшірмесін жасау. Әр топтың мына жерге атын қосып, топтардың қалталарына саласыз, папкаларына. Canva басқа білім беру құралдарымен біріктірілген, мысалы Google Drive немесе Microsoft Teams. Бұл оқушылардың бірлесіп жұмыс істеуін жеңілдетеді және материалдарды оңай жүктеп өңдеуге мүмкіндік береді. Оқушылардың топтық жұмысын дұрыс ұйымдастыру арқылы сіз олардың бір-бірімен ынтымақтастығын арттырасыз және білім алуға деген қызығушылығын күшейтесіз. Canva-ны пайдаланып, сіз сабақтарды жаңа деңгейге көтере аласыз.